Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Күздің салқын кешеді. Алматының аспанын қою, бұлт басып, жаңбыр баяу ғана сіркіреп тұрған. Көп қабатты ескі үйдің ауласында адамдар сирек көрінетін. Әдетте бұл уақытта подъездің жанында балалар шулап ойнайтын. Ал бүгін бәрі тыныш. Ерлан жұмыстан кеш қайтып келе жатты. Ол 32 жаста. Қарапайым кеңседе жұмыс істейтін жігіт. Күнделікті өмірі бір қалыпты. Таңертең жұмыс, кешке үй. Кейде достармен кездесу. Подъезге кіре бергенде баспалдақтың жанында біреу ауыр пакет көтеріп тұрғанын көрді. Ой балам, бір көмектесіп жібересің бе? Деген жылы дауыс естілді. Ерлан қараса, бұл 3-ші қабатта тұратын көршісі Айман апай екен. Айман апай шамамен 58 жаста. Үнемі таза киініп, шашын ұқыпты жинап жүретін. Сабырлы мінезді әйел. Подъезде бәрімен амандасып, ешкімге зияны жоқ. Тыныш көрші ретінде танымал. Әрине апай, беріңіз, деді Ерлан пакеттерді қолына алып. Пакеттер шынымен ауыр екен. Ішінде азық-түлік толып тұр. Сіз неге жалғыз көтеріп жүрсіз? Деп сұрады Ерлан. Айман апай жеңіл күлімсіреп. Үйреніп кеткенмін ғой. Жалғыз адам бәрін өзі істейді, деді. Бұл сөз Ерланға біртүрлі естілді. Расында да ол апайды ешқашан біреумен көрмеген. Қонақта көп келмейтін. Екеуі 3-ші қабатқа көтерілді. Айман апай есікті ашты. Кіріп шай ішіп кет балам. Құр бол кетпей-ақ қой, деді. Ерлан әдетте адамдардың үйіне кіре бермейтін. Бірақ бүгін жаңбырлы кеш. Әрі қолындағы пакеттерді ас үйге дейін апарып қою керек болды. Жарайды апай, 1-2 минутқа ғана, деді ол. Үйге кіргенде Ерлан бірден жылы атмосфераны сезді. Үй өте таза, ұқыпты. Ескі жиһаз болса да, бәрі орын-орнымен тұр. Қабырғада бірнеше сурет ілулі. Ас үйден жаңа қайнаған шайдың иісі шығып тұр. Өт отыр, деді Айман апай. Ерлан залдағы орындыққа отырды. Көзін айнала жүгіртіп қарады. Сол кезде оның назары кіреберістегі ілгішке түсті. Ілгіште қара түсті ер адамның қымбат пальтосы ілулі тұр. Пальто жаңа сияқты, матасы қымбат, өте сапалы. Ерлан бірден ойланды. Бұл кімнің пальтосы? Айман апай жалғыз тұратын сияқты еді. Подъезде ешқашан ер адамды көрмеген. Бірақ ол ештеңе сұрамады. Айман апай ас үйден шай әкеліп қойды. Ал балам, іш, суықта жүріп келген шығарсын. Екеуі шай ішіп отырды. Алғашында әңгіме қарапайым болды. Ауа райы, жұмыс, үй жайы. Біраздан кейін Айман апай сұрады. Сен бұл үйге қашан көшіп келдің? 3 жыл болды, деді Ерлан. 3 жыл. Уақыт тез өтеді екен. Айман апайдың даусы бір сәтке мұңайып кеткендей болды. Ерлан тағы да ілгіштегі пальтоға көз тастады. Айман апай оның қарағанын байқап қалды. Бір сәтке үнсіздік орнады. Сосын апай жай ғана орнынан тұрып, кіреберіске барып, пальтоны алып, шкафтың ішіне іліп қойды. Ештеңе түсіндірмеді. Ерлан да сұрамады. Бірақ дәл сол сәтте оның ішінде бір күмән пайда болды. Бұл жай нәрсе емес сияқты. Айман апай қайта келіп отырды. Сенің жұмысың қалай? Деп әңгімені басқа жаққа барды. Ерлан жұмысын айтып отырды. Бірақ ойы басқа жақтайды. Шамамен жарты сағат өткен соң Ерлан орнынан тұрды. Рахмет апай, мен кетейін. Рахмет саған балам, көмектескенге. Ерлан есікке қарай беттеді. Сыртқа шығар алдында тағы бір рет үйдің ішіне қарады. Бәрі тыныш, қарапайым. Бірақ бір нәрсе түсініксіз. Ол подъезге шықты. Баспалдақпен төмен түсіп келе жатқанда бір ой маза бермеді. Неге апай пальтоны бірден шкафқа жасырды? Ерлан үйіне кіріп, кешкі ас ішіп, телефон қарап отырды. Сағат шамамен түнгі 11-ге жақындап қалған. Сол кезде телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Ерлан трубканы көтерді. Алло? Телефонның ар жағында ер адамның дауысы шықты. Салқын, қысқа дауыс. Сен бүгін Айманның үйінде болдың ба? Ерлан бірден селгетті. Кім бұл? Бірақ ар жақтағы адам сұрақты қайта қойды. Айманның үйінде болдың ба? Ерланның жүрегі тез соға бастады. Сіз кімсіз? Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын әлгі адам жай ғана абай бол, деді. Сол сәтте қоңырау үзіліп кетті. Ерлан телефонға қарап қалды. Үй іші тыныш. Терезеден жаңбырдың дыбысы ғана естіледі. Бірақ оның ішінде
бір түсініксіз сезім пайда болды. Ол терезеге барып аулаға қарады. Подъездің алдында бір қара көлік тұр екен, фарасы өшірулі, ішінде біреу отырғандай. Ерланның бойынан суық шер өтті. Сол кезде ол бір нәрсені анық түсінді. Ол кездейсоқ бір құпияның ішіне кіріп кеткен еді. Ал бұл құпия енді оңайлықпен бітпейтін сияқты. Ерлан түн ортасына дейін ұйықтай алмады. Қолында телефоны, көздері экранға түскен жарықта жарқырап тұр. Әуелі қоңырау кездейсоқ деп ойлады. Бірақ жүрегі бір түрлі дүрсілдеп, бұл жай кездейсоқ емес екенін түсінді. Қайта-қайта ойлады. Кім оны біледі? Неге мен? Сағат 12-ге таяғанда тағы да телефоны шырылдады. Қара нөмір. Ерлан бір сәтке тұрып қалды. Қайта қоңырау, деді өзіне. Трубканы көтерді. Алло? Сен бүгін Айманның үйінде болдың ба? Дауысы салқын әрі қысқа, бір түрлі қатты естіледі. Ерлан кеудесін ұстап, бір қадам арқа шегінді. Иә, бірақ сіз кімсіз? Абай бол, деді дауыс тағы да. Келесі жолы оңай бола бермейді. Қоңырау үзіліп кетті. Ерлан телефонын сілкіп төсегіне отырды. Басында түрлі ойлар шеңбер жасап жүрді. Бұл жай ғана көршінің үйіне кіргеннен туындаған құпия ма? Әлде біреу оның әрекетін бақылап отыр ма? Келесі күні Ерлан жұмысқа бармай тұрып, подъездің алдында бір нәрсені байқайды. Төменде қара көліктің ішінде екі адам отыр. Олар қара киім киген, беттерін толық жасырған. Ерлан көтеріліп қараса, олар бірдеңені сөйлесіп тұрған сияқты, бірақ сөздері анық естілмейді. Ерланның жүрегі айныды. Олар Айман апайды күтеді ме? Деп ойлады. Ол үйге кіріп есікті жабуға асықты, бірақ подъездің әдеттегі тыныштығы бұзылған сияқты. Әр қадам сайын артқы жағынан қара түнде біреудің көз тіккенін сезетіндей болды. Үйде отырған кезде Ерлан Айман апайдың күнделікті әдеттерін ойлады. Әдетте апай ешкімді шақырмайды, телефонда сирек қолданады. Бірақ осы жағдайдан кейін Ерлан бір нәрсені түсінді. Айман апайдың өмірі тек тыныш көршілердің әңгімесі ғана емес. Түстен кейін Ерлан өзіне бір шешім қабылдады. Ол апайға қайта барып, кездесу кезінде байқалған пальто жайлы және түнгі қоңырау туралы сөйлескісі келді. Айман апайда Ерланның келгенін күтіп отырғандай болды. Ол шай дайындап, кілем үстіне отырғызды. Ерлан әдеттегі сыпайылығын сақтап, бірақ тікелей айтты. Апай, кеше сіздің үйіңізде бір пальтоны көрдім. Қарсы сұрамағыңыз келсе де, мен бұл жайлы ойланбай алмаймын. Айман апай тыныш тыныстап, қолын үстел үстіне қойды. Бұл өткен өмірінің бір бөлігі, деді ол. Кейбір нәрселерді уақытында құпия сақтау керек болады. Ерлан бір сәт үнсіз қалды. Бірақ сол құпияны білетін біреу бар сияқты, деді ол. Түнде қоңырау келді, біреу бақылап отыр. Айман апай орнынан тұрып терезеге жақындады. Сен байқап қойдың ғой, деді. Әрқашан бәрі біздің бақылауымызда бола бермейді. Кейде құпиялар өздерін қорғайды. Сол күні Ерлан үйіне қайтып бара жатқанда, жүрегі дүрсілдеп, жанында бір қауіпті сыбыс тұрғандай сезінді. Подъездің алдында қара көлік жоқ еді, бірақ Ерлан бір нәрсені анық сезді. Айман апайдың өмірінде әлі де жасырын, қауіпті құпиялар бар. Сол түні Ерлан ұйықтай алмады. Көзін жұмса да, қоңыраудың даусын, қара көлікті және пальтоды ойлады. Келесі күн Ерлан үшін ұзаққа созылғандай болды. Жұмыс үстелінде отырса да, ойы тек Айман апайдың үйіндегі пальто мен түнгі қоңырауда ғана жүрді. Кешке қарай Ерлан тағы да подъезге беттеді. Айман апай оны күтіп отырған сияқты еді. Үйге кіргенде апай бір сәтке үнсіз отырды. Сосын шкафтың үстінде жатқан ескі, тозан басқан фотоальбомды алды. Оны саған көрсетуім керек, деді апай. Бірақ дайын бол, бұл тек көңілді суреттер емес. Ерлан абайлап альбомды алды. Парақтарды ақырын ашқанда, көз алдынан түрлі суреттер шықты. Бірінші бетте Айманның жастық шағы, жүзінде нәзік күлкі, қолында кітап. Келесі беттерде ол бір ер адаммен түскен фото суреттері болды. Ерлан оны бірден таныды. Қалың пальто сияқты қымбат киім киген, кісінің кейпі аса маңызды адам сияқты көрінетін. Біраздан кейін Ерлан көзін тағы бір суретке тіктеді. Ол суретте жас Айман апаймен белгісіз адам бір-біріне қол созып тұр. Бірақ көршісінің жүзінде бір түрлі қобалжу бар сияқты. Бұл кім? Деп сұрады Ерлан. Айман апай бір сәтке үнсіз қалды. Бұл өткенімнің бір бөлігі, деді ол. Көп адам білмейді. Ерлан жүрегін ұстап, терең дем алды. Қалайша сіз жалғыз көршісіз, бірақ мұндай фотолар бар. Апай күлімсіреп, бірақ мұңайған үнмен. Өмірде бәрі қарапайым емес, балам. Кейде адамдардың өмірінде құпия көп болады. Кейбір құпиялар тек уақытты күтеді, ал кейде олар өздігінен ашылады.
ерлан суреттерді бір-бірлеп қарап шықты. Бұл ер адам сізге жақын ба еді? Иә, деп жауап берді Айман апай. Бірақ бір оқиға болған соң бәрі өзгерді. Сол күннен кейін мен ешқашан бұрынғыдай болмадым. Ерлан бір нәрсені сезді. Фотоальбом тек сурет қана емес, бір үлкен оқиғаның кілті сияқты еді. Сол кезде есікке қоңырау соғылды. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Кім болуы мүмкін? Деді Ерлан сәл үрейлен. Апай тыныш қарап. Мүмкін ештеңе емес. Немесе мүмкін сол өткеннің бір ізін қалдырған адам шығар, деді. Ерлан сол кеште үйіне қайтқанда, фотолардың беттері мен пальтодан қалған сезім бірлікте ойында жүрді. Түнгі Алматының желі терезеден есікке соқты. Ерлан терезеге қарап, пальто мен суреттерді ойлады. Бір сәт оған өз-өзіне сұрақ қойылды. Мен бұл құпияны білуге дайынмын ба? Келесі күні Ерлан әдеттегідей кешкілік жұмысынан кейін үйіне қайтып бара жатты. Бірақ бойын бір түрлі қобалжу биледі. Әдеттегі подъездің тыныштығы да оған бүгін бір түрлі көрінді. Бірнеше қабатты мен түскенде, қара көліктің ішінде екі адамның отырғанын көрді. Олар қара киім киген, беттерін толық маскамен жауып алған. Ерлан бір сәтке тіптен тұрып қалды. Олар Айман апайды күтіп тұрғандай көрінді. Біреу қолын көтеріп сөйлескендей болды, бірақ сөздері мүлде естілмеді. Ерланның жүрегі айныды. Бұл жай ғана кездейсоқтық па, әлде қауіп бар ма, деп ойлады. Бірнеше секунд бойы олардың әрекетін бақылаған Ерлан содан соң баяу әрі абайлап үйге кірді. Қолын қалтасындағы телефонға салды. Бір нәрсені сезгендей, бұл адамдар тек Айман апайдың құпиясын бақылап отырған болуы мүмкін. Үйге кіргенде Айман апайдың тыныштығы Ерланды бірден сендірмеді. Апай әдеттегідей шай дайындап, кілем үстіне отырғызды. Бірақ көзіндегі бір күмәнділік жасырын емес еді. Балам, кеше түсінгеніндей, менің өмірімде кейде қауіпті сәттер болады, деді апай. Бірақ сен енді білетін болдың, және бұл құпияларды сақтау керек. Апай, подъезде екі адам отырды. Олар сізді күтті, деді Ерлан. Мүмкін сол құпияны білуге тырысқан шығар. Апай тыныш демалды да терезеге жақындады. Сен дұрыс байқадың, балам, деді ол. Бірақ бәрі сен ойлағандай қарапайым емес. Кейде өткеннің іздері күтпеген жерде пайда болады. Осы күні Ерлан үйіне қайтқанда, жүрегі дүрсілдеп, артында қалған қара көлікті ойлады. Ол бірдеңе білетінін сезді. Бірақ бұл білу оған әрі қарайғы қауіпті шақыру болатын сияқты еді. Түнде Ерлан ұйықтай алмады. Ойлары Айман апай мен сол күмәнді адамдардың арасында шырмалып, тіпті түнгі жаңбырдың дыбысы да оны тыныштандыра алмады. Келесі күні Ерлан өзіне бір шешім қабылдады. Ол Айман апайға қайта барып, өткеннің құпиясын білуге батылдық танытқысы келді. Балам, кел, деді апай, оны кіргізіп отырып. Сен білгің келеді деп ойлаймын. Мен саған бір бөлігін ғана көрсетемін. Айман апай ескі қорапты шығарып, үстел үстіне қойды. Қораптың ішінде ескі құжаттар, хаттар және бірнеше банк төр құжаттар бар екен. Ерлан абайлап қолын созды, бірақ апай оны тоқтатты. Тек қарапайым тексер, балам. Құжаттардан бір нәрсені өзің түсінесің. Ерлан парақтарды ақырын ашты. Біріншісі, үлкен ақша аударымдарының құжаттары. Екіншісі, бір адамның қолтаңбасы және мөрі. Үшіншісі, хаттар. Кейбіреулері күні бүгінге дейін жабылған сияқты. Бұл не? Деп сұрады Ерлан, таңғалдан сөз таппай. 20 жыл бұрын, деп бастады Айман апай баяу, мұңайған үнмен. Мен біраз қиын кезеңнен өттім. Кейбір ірі қаржы операциялары дұрыс жолмен өтпей қалды. Сол кезде мен біраз ақпаратты білуім керек болды. Ерлан бір сәт үнсіз отырды. Демек сіз куәгерсіз бе? Деді ол абайлап. Апай иығын шынтақпен сүйіп. Иә, сол кезде мен біреудің жоғалғанын, біреудің қателігін және үлкен ақша қозғалысын көрдім. Бірақ бәрі жабық қалды. Кейбір адамдар бұл оқиғаның жариялануын қаламады. Ерлан терең демалды. Оның алдында тұрған суреттер мен құжаттар тек жай ғана ескі естелік емес, үлкен құпияның бөлшектері еді. Бұл құпия әлі де қауіпті ме? Деп сұрады Ерлан. Иә, деді Айман апай. Сондықтан мен әр қашан сақ болдым. Кейде өмірде кейбір нәрселерді білу қауіпті болуы мүмкін. Сол сәтте Ерлан бір маңызды шешім қабылдады. Ол бұл құпияны тек өзі ғана білуге болмайтынын түсінді. Құпия ашылуы керек, бірақ дұрыс жолмен. Түнде үйіне қайтқанда Ерлан барлық көргендерін ойлады. Ескі пальто, фотоальбом, түнгі қоңырау және құжаттар. Барлығы бір-бірімен байланысты екені анық еді. Сол түні Ерлан түсінген бір нәрсе болды.
кездейсоқ кірген бір сәт оның өмірін түбегейлі өзгерте алатын оқиғаның басы ғана еді. Келесі апта Ерлан үшін ұзақ әрі толқулы өтті. Айман апайдың айтқан сөздері мен ескі құжаттар көз алдында қайта-қайта оралды. Ол тексеріп, ойланып, әр нәрсенің мәнін түсінгісі келді. Бір кеште Айман апай Ерланды тағы шақырды. «Балам, бүгін саған бір нәрсе көрсету керек», деді апай, үстел үстіне шағын ескі конверт қойып. Ерлан абайлап конвертті ашты. Ішінде бірнеше банктық құжат, бір адамның қолтаңбасы және ақша аударымдары туралы дәлелдер. Олардың бәрі 20 жыл бұрынғы ірі қаржылық іс туралы ақпарат беріп тұрды. Ерланның көздері ашылды. Құжаттардың әрқайсысы бір-бірімен тығыз байланысты, және олар Айман апайдың айтқан куәгерлік тарихын растайды. «Бұл барлық дәлелдер ме?» деп сұрады Ерлан тамырқап. «Иә», деп жауап берді Айман апай. «Осы құжаттар арқылы кейбір адамдардың әрекеттерін дәлелдеуге болады. Бірақ мұны дұрыс пайдалану керек». Ерлан конверттегі құжаттарды ақырын қарап шықты. Сол кезде Ерланның ойына бір нәрсе келді. «Апай, сіздің өмірімізді бұзбай, бірақ бұл құпияны сақтау үшін дұрыс шешім қабылдауымыз керек». Апай күлімсіреді, бірақ мұңайған үнмен. «Дұрыс айтасың, балам. Кейде өмірде құпияны білу ғана жеткіліксіз. Оны қалай дұрыс пайдалану керегін түсіну керек». Ерлан конвертті мұқият ұстап отырды. Ойлады. Егер бұл құжаттар дұрыс емес қолға түссе, қауіпті болуы мүмкін. Сол сәтте есікке сырттан бір дауыстың сыбырлағанын естіді. Ерлан бірден терезеге қарады. Ауладағы қара көлік қайта пайда болды. Ішінде бұрынғы екі күмәнді адам отыр еді. Олар әдеттегідей беттерін жасырған, бірақ Ерлан олардың көздері өзіне тіке қарап тұрғандай сезілді. «Олар бізді бақылап отыр ма?» деп ойлады Ерлан, жүрегі дүрсілдеп. Айман апай тыныштандырып: «Олар ешқашан сенімсіз емес, бірақ кейде өткеннің іздері күтпеген жерден шығады. Біз дайын болуымыз керек». Сол түні Ерлан үйіне қайтқанда, конверттегі құжаттар оның ойында қайта-қайта оралды. Сол кеш Ерлан үйіне қайтып келе жатқанда, жүрегі дүрсілдеп, әр бұрышқа көз тастай берді. Қара көлік подъездің алдында қайта тұрды. Ішінде бұрынғы екі күмәнді адам. Олар қозғалсыз, бірақ бақылап отырғандары анық көрініп тұрды. «Апай, олар бізді күтеді», деді Ерлан сәл үрейленіп. Айман апай тыныш қарап отырды. «Мен оларды білемін, балам. Олар бұрынғы істің қатысушылары». «Бірақ олар құпияның ашылуын қаламайды», деді апай баяу. Ерлан конверттегі құжаттарды қорқып ұстап алды. «Біз не істейміз?» деді ол. «Бізге қашу керек», деп жауап берді Айман апай. «Және дұрыс жолмен әрекет ету». Сол түні олар үйден шықты. Апай конвертті байлап Ерланның қолына ұстатты. «Тек саған сенемін», деді ол. Ауладан шыға бере Ерлан артқа қарады. Қара көліктен екі адамның денесі көрінді. Олар қозғалысқа келіп, үйге қарай бастады. «Олар қуып келеді», деді Ерлан. «Біз тезірек кетуіміз керек». Екеуі түнгі Алматы көшесіне шықты. Жаңбыр сәл тоқтап, бірақ ауасы салқын. Әрбір бұрышта бір көз, әрбір көлікте бір белгісіз адам болуы мүмкін деген ой оларды сақ болуға мәжбүр етті. «Балам», деді Айман апай, «бұл өмірдегі ең қауіпті сәт емес, бірақ бұл құпияны сақтау үшін маңызды сәт. Біз дұрыс қадам жасауымыз керек». Олар бірнеше көшеден жүріп, тіпті кейде бойларын жасырып, артқа қарады. Қара көлік әлі де олардың артында жүрді. Кейін олар қауіпсіз деп ойлаған қонақ үйге жетті. Апай Ерланға қарады. «Қазір біз тек уақытша тыныштыққа шықтық, бірақ құпия енді құжаттармен бірге. Бізге шешім қабылдау керек. Жариялау немесе үнсіз қалу». Ерлан терең дем алды. Келесі күні Ерлан мен Айман апай қонақ үйдің тыныштығында отырды. Ауаны біртүрлі кернеу биледі. Екеуінің де ойы өткеннің оқиғаларында. Бірақ енді бәрі ашық айтылатын сәтке жеткендей болды. «Балам, мен саған тек жартысын айтқан едім», деді Айман апай. «Енді бәрін білуге дайын бол». Ерлан байсалды отырып құлақ салды. 20 жыл бұрын бәрі басталды, деп жалғастырды апай. Бір ірі қаржы алаяқтығы болды. Көп адамдар ақшаны дұрыс жолмен аудармай, кейбіреулер жоғалып кетті. Мен сол кезде бәрін көрдім. Құжаттарды, қолтаңбаларды. Мен сол істің жалғыз тірі куәгері болдым». Ерланның жүрегі бір түрлі соғып кетті. Ол түпкілікті шындыққа жақындап жатқанын сезді. «Сол үшін кейбір адамдар бұл құпияның ашылуын қаламайды», деп жалғастырды Айман апай. «Сол себепті мен
ешкімге айтпадым. Бәрін өзінде сақтадым. Ерлан үнсіз қалды. Құжаттар, ескі суреттер, түнгі қоңыраулар, барлығы бір нүктеге келіп отырды. Біз не істейміз? Деп сұрады ол. Құпия ашылуы керек пе? Әлде үнсіз қалу керек пе? Апай тыныш демалды да Ерланды қарап. Шындықты жариялау қауіпті. Бірақ оны дұрыс жолмен жариялау керек. Біз тек куәгерлер мен заңды пайдалануды білуіміз керек. Ерлан ойланып отырды. Сол түні Ерлан конверттен құжаттарды қайта қарап отырды. Енді тек көршінің үйіне кірген кездейсоқтық қана емес, өмірінің жаңа параға басталғандай сезілді. Егер сол күні пакет көтеріп кірмесем, деп ойлады Ерлан, мен ешқашан бұл тарихты білмес едім. Күннің алғашқы сәулесі қонақ үй бөлмесіне енді. Ерлан терезеден сыртқа қарап, Алматы көшесінің тыныштығын бақылап отырды. Құжаттар, фотоальбомдар, конверт, барлығы үстел үстінде жайқалып жатты. Айман апай тыныш отырды. Оның көзінде бір сезім, жеңілдік пен сенімнің араласуы бар еді. Балам, деді апай, енді бәрін дұрыс жолмен жасау уақыты келді. Бұл құпияның ашылуы керек. Бірақ біз оны заң мен дәлелдер арқылы жасаймыз. Ерлан терең демалды. Ол енді тек көршінің құпиясын сақтау үшін емес, шындықтың әділ түрде ашылу үшін әрекет ету керек екенін түсінді. Олар бірге полиция бөліміне барды. Ерлан барлық құжаттарды көрсетіп, Айман апайдың куәгерлігін жеткізді. Полиция барлық ақпаратты мұқият тексерді. Бірнеше ықпалды адамдардың әрекеттері расталып, заңға тартылды. Құжаттар, қолтаңбалар, фотоальбомдар бәрі дәлел ретінде пайдаланылды. Айман апайдың 20 жыл бойы сақтаған құпиясы ақыры ашылды. Оның беймәлім тарихы мен батылдығы арқасында әділет орнады. Ерлан үйіне қайтып бара жатып, есіне сол алғашқы кездейсоқ кірген сәт келді. Сол күні ескі пакетті көтеріп, шай ішіп, фотоальбомды көргені бәрі оның өмірін түбегейлі өзгертті. Егер сол күні пакет көтермегенде, деп ойлады Ерлан, мен ешқашан бұл тарихты білмес едім. Ол терезеге қарап, түнгі қалаға көз тастады. Қалада бәрі тыныш. Бірақ оның ішіндегі сезім, ол бір кездейсоқ қадамның үлкен құпияны ашуға әкелетінін түсіндіру. Айман апа Ерланға қарады да, жылы күлкісімен, кейде бір сәт бәрін өзгертеді балам, бірақ дұрыс әрекет ету маңызды. Ерлан басын изеп, бір тыныштық сезімін сезді. Енді тек өткенді ойлап, оның құндылығын бағалау ғана қалды. Және бір нәрсе анық болды. Бір кездейсоқ кірген сәт, бір қонаққа шақырған шай, бір қарапайым көршінің үйіне кірген қадам, үлкен құпияны ашқан бастамаға айналды. Осылайша, кездейсоқтық өмірді өзгерте алады, ал шындықты дұрыс жолмен ашу батылдық пен сенімнің жемісі.